Бәріне сәлем, бүгін біз өте дәмді тұзда піскен тауық жасаймыз. Ол үшін біз осындай тауықты алып, оның аяқтары мен қанаттарын фольгамен орап аламыз. Себебі духовкаға салған кезде күйіп кетуі мүмкін. Противенге пергамент қағаздарын төсеп, үстіне тұзды саламыз. Дүзулеп, тауықты орналастырамыз. Духовкада 180 градуста 2 сағат пісіріп аламыз. Астына кез келген гарнир түрін жасасаңыздар болады. Мен өзім картопты қуырдым. Ол үшін бізге табаға май құйып, пияз орналастырып, үстіне тұз салып, қуырып аламыз. Пиязға картопты салып, піскеніне дейін қуырамыз. Бізде осындай өте дәмді тауық еті дайын болды. Барлықтарыңызға жасап көруге кеңес беремін. Бастысы көп затты қажет етпейді. 2 заттан тұратын бұл тағам түрін гарнирсіз да құр өзін ұсынсаңыздар болады. Назарларыңызға рахмет. Сіздермен бірге болған Еркежан.